Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін 153-ші сабақта үш амалмен орын алатын есептерді шығаратын боламыз. Бірінші тапсырмаға қарасақ, сен Экспо 2017 Қазақстанның елордасы Астана қаласында ұйымдастырылғанын халықаралық көрме екенін білесің бе? Көрме 2017 жылы 11 маусым мен 11 қыркүйек аралығында өтті. Көрменің тақырыбы болашақ энергиясы деп аталды. Енді қарайық, өрнектің мәнін тапқанда сен Экспо 17 көрмесіне әлемнің қанша елі қатысқанын білесің дейді. Осы өрнекті шығарайық. 196 көбейту 4 алу, 439 жақшаның ішінде бөлу 3. Бірінші көбейтуді орындаймыз, одан кейін жақшаның ішіндегі алуды орындаймыз, одан кейін оны 3-ке бөлеміз, сонда 115 болады екен. Яғни бірінші тапсырманың жауабы 115 ел қатысыпты Экспо 2017-ге. Екінші тапсырмада есептерді шығар. Әлия сынып жетекшісі, сыныптастары және олардың ата-аналарымен бірге Экспо 2017 көрмесіне автобуспен барды. Автобуста 90 теңгеден 6 ересек адамға және 45 теңгеден 10 балаға жолақысы төленді. Олар жолаққа барлығы неше теңге төледі дейді. 90 теңгеден 6 адам, 45 теңгеден 10 адам болса, барлығын табу үшін 90-да 6-ға көбейтеміз де, оған 45-ті 10-ға көбейтіп қосамыз, Сонда 540 қосу 450 болады. Сонда 990 теңге болды. Жауабы олар жолақыға барлығы 990 теңге төледі. Екінші тапсырмада сырым достармен бірге Экспо 2017 көрмесі аясында ұйымдастырылған театр қойылымына барды. Олар 500 теңгелік 2 билет және 200 теңгелік 5 билет сатып алды. Олар билеттерге барлығы неше теңге төледі дейді. Бұны да тура бағанағы бірінші сияқты шығарамыз, 2 көбейту 500 қосу 5 көбейту 200. Тең 1000 қосылған 1000, сонда 2000 болады. Жауабы олар билеттерге барлығы 2000 теңге төледі. Үшінші тапсырмада қойылымға қатысушыларға киім тігу үшін мата сатып алынды. Bir орамда 324 метр бар, ал екіншісінде одан 131 метр мата кем. Егер бір көйлек тігуге 4 метр мата жұмсалатын болса, онда барлық матадан қанша көйлек тігуге болады, неше метр мата қалады дейді. Жазып аламыз. Bir орамда 324 метр, екінші орамда 131 кем, белгісіз. Bir көйлекке 4 метр кететін болса, қалай шешеміз? 324-тен 131-ді аламыз да, екінші орамда 193 метр бар екенін тауып аламыз. Енді 193 пен 324-ті қосып 517 барлық матаның көлемін тауып аламыз да, оны 4-ке бөлеміз, бір көйлек 4 метр болады ғой. 517 бөлу 4, 129 болады, бір қалдықпен, сонда жауабы барлық матадан 129 көйлек тігуге болады, 1 метр артық қалады. Енді әдет тура осындай сандарын ауыстырып есеп шығарыңдар дейді. Тура осы есепті просто сандарын ғана ауыстырып шығаруға болады. Кесте бойынша өрнектерді құрастыр және жаз, олардың мәнін тап дейді, 4-ші тапсырмада. Енді бірінші азайғыш, 1000, алу, азайтқыш 450 көбейтілген 5. 450-ді 2-ке көбейтсек 900 болады, сонда 1000-нан 900 алсақ 100 болады. Екіншісі 450 алу, 29 көбейтілген 2, Енді айырманың мәні, сонда 450-ден 58 алсақ 392-ке тең болады. Үшіншісі 450 көбейтілген 2, бұл жерде 900. Енді азайтқышты жазамыз. 24 көбейтілген 3, 72. 900-ден 72-ні алсақ, айырманың мәні 828-ге тең болады. 5-ші тапсырмада есептерді шығар дейді. Анасы өрік пен шиенің әрқайсына 45 литрден шырын дайындады. Өрік шырынның 3 литрлік банкіге, ал шие шырынын 5 литрlik банкіге құйды. Барлығы неше банкі қажет болды дейді. Өріктен 3 литр, 45 литр болды. Шиеден 5 литріктен ол да 45 литр болды. Енді қанша банкі кеткенін қалай табамыз? Бұл жерде де екі амалмен, 45 бөлу 3 қосылған 45 бөлу 5, 45-ті 3-ке бөлсек 15 болады, 45-ті 5-ке бөлсек 9 болады. 5-ке 9 қосақ 24, жауабы барлығы 24 банкі қажет болды. Енді әні шығарайық. 45 литр тосапты қою үшін неше 3 литрлік банкі қажет? Осындай мөлшердегі тосапты құю үшін неше 5 литрлік банкі қажет болады дейді. Егер тосап 45 литр болса, онда 3 литрлік банкіден қанша керек болатынын білу үшін 45-ті 3-ке бөлеміз, сонда 15 литр банкі керек екен 3 литрлік. Ал 5 литрлік банкіден қанша керек болатынын білу үшін 45-ті 5-ке бөлеміз, сонда 9 шығады. Яғни жауабы 3 литрлік банкіден 15 дана, 5 литрлік банкіден 9 банкі керек. 6-шы тапсырмада А, Б және С жиындары берілген. Жиындарды қалай атауға болады? Жиын элементтерін атап, ортақ қасиеттерін анықтаңдар. Жиындардың қайсы ішкі жиын болады? Әріптердің және белгілердің
көмегімен жазыңдар дейді. Біз ішкі жиын деген тақырыпты өткенбіз, соны қайтадан есімізге түсірейік. Бұл жерде А, В, С жиыны берілген. Енді А жиынына қарайық. А жиында 12, 10, 18, 16, 14 деп тұр. Бұл жерде біз қалай айтсақ болады? Бұл жердегі жиынды біз А 20-дан кем 2 таңбалы жұп сандар жиыны десек болады. Өйткені бұл жерде бәрі жұп сан. Енді В-ға қарайық. Бұл жерде бәрі тақ сан екен, 19, 15, 13. Яғни бұл жерде айтсақ болады. В 20-дан кем 2 таңбалы тақ сандар жиыны. Енді С-ны қарайық. С-да тақ санда жұп санда бар екен, 14, 17, 20-ға дейінгі сан. Яғни бұл жерде біз С 20-дан кем 2 таңбалы сандар жиыны деп жазсақ болады. Енді қайсы ішкі жиын болады? А жиыны С жиынының ішкі жиыны. Және де В жиыны С жиынының ішкі жиыны. 7-ші тапсырмада есептерді шығар дейді. Ада Мақсат мұз айдынға 6 сағат 10 минутта кетіп, үйге 8 сағат 45 минутта қайтып келді. Мақсат неше уақыт үйде болған жоқ дейді. Енді кеткені 6 сағат 10 минут, келгені 8 сағат 45 минут. Енді оны табу үшін 8 сағат 45 минуттан 6 сағат 10 минут алып тастаймыз. Сонда 2 сағат 35 минут үйде болған жоқ. Енді әні шығарайық. Айман құрбысымен аулада 45 минут серуендеді. Ол үйіне кіріп киініп, 20 минуттан кейін құрбысымен кинотеатрға барды. Кино 1 сағат 30 минуттан кейін аяқталды. Айман үйге 15 сағат 19 минутта келді. Айман құрбысымен серуендеуге үйден сағат нешеде шықты дейді. Үйден қаншада шыққанын табайық. Енді барлығын жазамыз. Аулада серуендегені 45 минут, киінгені 20 минут, кино 1 сағат 30 минут болды, келгені 15 сағат 19 минут болды. Енді үйден қай уақытта шыққанын табу үшін бірінші келген уақытысынан қыдырған уақытысын алып тастаймыз. 15 сағат 19 минуттан аламыз, 45 минут, қосу 20 минут, қосу 1 сағат 30 минут, далада жүрген уақыты ғой, киноға барған, серуендеген. Сонда бұның барлығы 2 сағат 35 минут болды. Енді 15 сағат 19 минуттан 2 сағат 35 минут алсақ, 12 сағат 44 минут болады. Жауабы Айман құрбысымен серуендеуге 12 сағат 44 минутта шықты. Ал енді 8-ші тапсырмада қорапта кішкентай 4 көк және 6 ақ доп бар. Алынған доптардың арасынан кем дегенде 1 көк доп алу үшін, кем дегенде 1 ақ, кем дегенде 2 көк, кем дегенде 2 ақ шар болу үшін қораптың ішінен қарамай доптардың қандай ең аз санын алу қажет дейді. Бір көк доп түсу үшін оның ішінде 10 доп бар, 10 доптың ішінен кем дегенде 1 көк доп шығу үшін, мысалы, егерде алған кезде тек қана ақ алына беретін болса, онда 7 доп алу қажет. Кем дегенде, немесе ол мысалы біріншісінде сразу көк болуы да мүмкін. Бірақ та егерде 6 резде де ақ түсетін болса, онда кем дегенде 7 доп алу қажет. Ал енді кем дегенде 1 ақ доп болу үшін, қораптың ішіне қарамай 5 доп алу қажет, кем дегенде. Өйткені ол біріншісінен сразу ақ шығуы да мүмкін, екіншісінен де аз. Біз бұл жерде, егерде біріншісінде басында ақ доп шықпай, тек қана көк доп қана шығатын болса, өйткені 4 көк доп бар ғой, біріншісіне алғанда көк болып қалса, 4 рет көк болып, 5-шісі ақ болады деген есеп. Ал енді кем дегенде 2 көк доп болу үшін қораптың ішіне қарамай 8 доп алу қажет. Кем дегенде, өйткені бірінші 6-ауы ол ақ болып қалуы мүмкін. Сол үшін кем дегенде 8 доп алу қажет. Ал енді қарамай тұрып 2 ақ доп болу үшін, онда кем дегенде 6 доп алу керек, өйткені 4 көк доп біріншісінде біздің қолымызға көк 4 доп шығуы мүмкін. Бірақ ең соңғы 5-ші, 6-шысы ол бәрібірде ақ доп болады. Сол үшін кем дегенде 2 ақ доп бар болу үшін қораптың ішіне қарамай 6 доп алу қажет.